sozinho. Eu vou lá contigo. Opa, tem cuidado. Opa! Opa! Não, tu não vais lá sozinho. Елестер мен жындар, тылсым күштер, оның барлығы қазіргі уақытта болып жатыр. Бүгінгі көрсететін видеомыз өте қорқынышты, әсіресе оның ішінде Қазақстанда бар. Бүгін біз сіздерге камераға түсіп қалған елестер жайлы айтатын боламыз. Сонымен кеттік. Бұл видео Америка құрама штаттарындағы ескі ауылдық ауруханада түсірілген болатын. Автор камераға бір түрлі және түсініксіз құбылысты түсіріп алды. Автор терезенің жанынан өтіп бара жатып камераға елестің қорқынышты бейнесін түсіріп алды. Әрине видеоның жалған немесе шынайы екендігі белгісіз. Дегенмен видео шынайы көрінетін сияқты. Ал сіз қалай ойлайсыз? Комментарийге жазып кетіңіз. Екі қыз түнде бір түрлі дауыстарды естиді, және олар камера мен фонарды алып тексеруге барады. Ал одан кейін не болатынын қараңыздар. It's really cold. What is that? I don't know. Here, you hold my flashlight. Polo, is that a door? Yeah. Do it. Олар есікті ашқанда қатты қорқты. Жалпы адамдар осындай тылсым дүниелерді көргенде бір орында қозғала алмай қалады. Менің ойымша бұл видео жалған сияқты. Өйткені неге осындай видеоларды тек түнде ғана түсіреді? Және неге нашар қылып түсіреді? Соны түсінбедім. Бәлкім қыздар камераға нағыз елесті түсіріп алды. Оны біз білмейміз ғой. Бұл видео тура жаңағыдай. Отбасы шатырдан шыққан қорқынышты дауыстарды естіп, сол жерде тексеруге барады. Бірден айтып қояйық, бұл видеоның жалған немесе шынайы екендігі белгісіз. Дегенмен осы видеоға түсініксіз бір түрлі құбыжық түсіп қалады. Sozinho. Eu vou lá contigo. Opa, tem cuidado. Opa! Opa! Não, tu não vais lá sozinho. Ai. Opa, olha, vai lá tu, toma. Toma, eu fico aqui, desculpa. Espera. Não. Ал бұл видео Мексикадағы супермаркеттердің біріндегі бейнебақылау камерасына түсірілді. Видеода түсініксіз нәрселер пайда болады. Қараңыздар.
Ал бұл видео ескі мәйітханадағы бейнебақылау камераға түсірілген болатын. Менің ойымша бұл видео шынайы секілді. Өйткені бұл мәйітхана. Бұл жерде осындай жағдайлардың орын алуы мүмкін ғой. Ал сіз қалай ойлайсыз? Комментарийге жазып кетіңіз. Түнгі сағат 4:30, Атырау облысы. Нақты қай ауыл екені белгісіз. Видеодағы екі қыздың айтуы бойынша бұл әйелдің кім екендігі белгісіз. Олардың айтуы бойынша бұл әйел өзін құдай қонақпын деп таныстырған көрінеді. Бірақ бір қызығы бұл әйелдің түн жарымда не істеп жүргені белгісіз. Бәлкім бұл әйелдің көлігі бұзылып қалып, осы үйден көмек сұрап тұрған шығар. Дегенмен бұл әйелдің тұрған тұрысы қорқынышты көрінеді екен. Сағат қанша болды? 4:20 кетті. Капец, мына біреу тұр. Тоқалда да тұрып сақтаспай жатыр. Азер в шоке. Барсақ құдай қонағымыз дейді прикинь. Қараңдар, зомби, қара. Ужас, қорқынышты. Есікті ашыңдар дейді.